Түбірлі тойымыздың басты кейіпкерлері ағайын. Ой, рахмет. Ал, қадірлі ағайын, әдияұлы, жармалық ағайын, тойға деген көңілге қалай ағайын? Ой, жақсы. Көңілге қалай ағайын? Бәрекелді, ал ағайын, бүгінгі дүбірлі той, таңдалып алынған әдемі күн, шаңырақтай мейрамхана, бүгінгі әсте осы қуаныштың барлығы сіздердікі ағайын. Біздікі жай ғана асабалық міндет. Енді алдымызға шыққан бұл бекзат асабалық міндетіндегі міндетсізді демеңіздер ағайын. Бұл өмірде әркімнің өз міндеті бар. Мысалы, қазақ елінің міндеті алдағы 30 елдің қатарына кіру ағайын. Біз сияқты асабалардың міндеті ел алдында дұрыс сөйлей білу ағайын. Тойдағы ағайынның міндеті қуаныштан шаттанып күлу, тойдағы бала шағаның міндеті ойнап осылай арлы-берлі жүру ағайын. Тойға келген жастардың міндеті қуаныштан шаттанып күлу, одан кейін жас жұбайлардың міндеті ағайынның айтқан тілеген санасына сіңіріп ұғу ағайын. Той иесінің міндеті, Райхан анамыздың міндеті менің жанымда тігінен тік тұру. Ал той қонақтарының міндеті Райхан апайымызға бір мәрте шапала ұру деп қояқшы ағайын. Шапалақтың барлығы сізге. Ал енді қадірлі ағайын, Райхан апайымның көңіл күйін тағы сұрайын. Райхан апай осы жол көңілге қалай екінші дастарханда? Керемет. Сіздердікі қалай ағайын? Ай, бәрекелді. Мен ана ауылдың жастарының ішінде кім көзілдірік таққан, кім бауырым атында ұмытқан шақырайшы бер ағайын. Көзге таған ғой, көзге
қош келдің. Иә, қуаныш құтты болсын ауылыңдағы. Бұл тағанда менің артымнан қалмайды еді, қанша неше тойда жүрміз үшін. Ал енді осы тағандай азаматты ортаға шығарып тұрған себебім, мына бүгінгі Бауыржанның группаласы, жаңағы өзімнің ауылдасым бауырым ғой, Айбатыр қайда? Айбатыр, иә, екеуің ұқсайсыздар ма, не болып кеттіңіз? Айбатыр кеш бері қарай. Енді осы Айбатыр бүгінгі дүбірлі тойда осы дастарханда, мына екінші дастарханда жастардың бір тамаша ойынына өз атынан қаржылай спонсор болам, 10 мың теңге тігем деп тұр ағайын. Көрсет енді. Жоқ деп айтсашы, Каспиден. Бар ғой, иә? Каспиден. Каспиден 10 мың теңге тігем деп тұр. Енді осы генеральный спонсор Айбатыр. Енді қосам дейтін ағайын бар ма? Кім? Бақа! Келем бері ғай, шақырайын. Бақа, Айбатыр 10 қосты, сенен қанша? 10 мың. Шапалақ ұрайық, 20 мың болды ағайын. Ал, приз өсіп барады, 20 мың болды. Бар ма 20 мыңға қосатын? Осымен тәмәмдаймыз ғой дейм, е? Бол, осымен тәмәмдайын, осы жетеді, е. Сондан екі жігіт өздерін қарап тұрыңдар, қазір рахмат әзірше отыра беріңіз. Қазір енді тағаммен шығатын біреу бар ма? 20 мың теңгені ұтып аламын дейтін ағайын бар ма тағаммен шығатын? Тағамды көріп тұқтан тайып кеттіңіздер ме? Сырым? Сен де қызықсың ең. Тағам Аминайға біреу қосып отыр ма не? Бар ма қыздардан? Кім? Қыздардан? Қаншама қыз отыр ғой мын жақта, жоғар жақтан біреуіне. Наурызбай, сен жақта біреу бар ма? Тағаммен биге шығатын. Кім? Айнұр? Айжамал? Ана бар, Жезуқадағы Айжамал ма? Айжамал шақырайға, шапалақ қаясына. Айжамал! Бәрекелді. Айжамал кім болып келеді? Кімнің досы мәсін? Бауыржан досы, е? Түріңе қарасам дауысың екеу сәйкес келмейді ғой, дауысың қырын қой өзіңді. Ал Айжамалға шапалақ бар ма? Енді танисыздар ғой бір-бірлеріңді, ортаға шығайық. Таған ұстап тұрып, конкретно отырып енді. На кону 20 мың теңге, екеуі тұр міне. Біреу 0, көріпсіңдер ғой. Ал шапалақ бар ма достары? Айжамал мен Таған! Шапалақ ұрып қояқ, Айжамал, молодец. Молодец. Айжамал, кетпен. Музыканың ритмін тосып тұр екенсің ғой, бағанандан бүйтіп енді. Анада ритм жоқ, шошаңдай береді екен. Тағанға шапалақ, құрметтар, молодец. Бар ма Айжамалмен шығатын? Бағана группаластар бар еді ғой, Шымкенттен келген, жан-жақтан келіп атқан достар бар еді ғой. Мақсатта не екен кішкене аса қатты батарейка солдырып қапты өзі. Кім бар Айжамалға қатысатын? Ойбай, сен тойған жоқсың ба не? Бәрекелді. Ақылбек шығам дейді ағайды. Шапалақ бар ма? Көрдің ғой Ақылбектің биін. Бұл Ақылбектің биін 18 жасқа толмағандар ата-анасымен ғана көріп ұрықтар. Ал, Ақылбек, Айжамал! Елің отыр кішкене, біраз балаң бар кішкене. Адам қанағат болу керек ғой кішкене.
Құдай сақтасын. Ай, көзде түреліп ағам дейді. Айжамалдай төсі. Амансың байды. Рахмет. Бар ма Айжамалға қарсы тұрап төтеп бере алатын? Сырым. Ой, сырым жаңа шығып келіп отырады. Жүр. Ой, сырым ең отыр қалай білейді екенсің көрейік қазір енді. Ал, Айжамал, сырым ағайын. Немедегі шығып түсінсің тым мені қорған жоқсың. Сенен қарағанда бар ғой, сырым, мен саған күшті билейді, негіз бар ғой, кәдімгідей. Рахмет, Айжамал, сен оңай шағалақтың жаңағы емес екенсің ғой, бәрін шайнаматсың ғой. Ал, бар ма, жоқ па? Кім бар? Нұржан қайда айтпақшы? Кім? Жарқын? Нұржан керек ма? Нұржан керек. Нұржан, шапыла қарашы, Нұржан деп я. Ойбай, Нұржан шешіпті ғой, ашкен шешіпті дегенде. Ой, бағана биге тоймай қалдым деген. Жоқ, сен Нұржан емес. Сенің ғана емессің ғой, жалғыз Нұржан. Бізде де бір Нұржан бар. Нұржан, кел. Ойбай, Талдықорғанның биі қалай болады екен ағайын. Кімді? Қанатты? Қай қанат? Ойбай, Қанат ағаң билемей персейін деп жоқ кәдімгі мені. Ал, Нұреке. Жаңа биге тоймай қалдым деп жүрдің ғой. Айжамал, мұзықсасыз. Арынға байды. Стоп. Очкиң тағы қойшы. Тақ бересіз. О, міне! Стоп. Нұржан, не мұнау? Яқ, сізгені көргесің ба? Не мұнау? Очкиңді бекер тақтықызын сенің бар ғой. Ал, Нұржан ба қалай? Нұржан қалай біледі ағайын? Конечно. Әркім өз туысына ғой. Айжамалшы! Нұреке ренжіме сен. Өзің тойын ғой енді. Ал енді айырыл ма? Айжамал бәрін жеңді ма? Құтты болсын Айжамал. Кетпесе үш берейін деп тұрған жақта жігіттер. Каспиіңді айт. Нөмірімді айт. Кім жарығым? Нөмірімді айт. Кім күйеу бар ма? Сымбат па? Сымбатты келіншек жеңіп атыр, құрметті, шапалақ ұрып қояйық. Нөміріңді айт, Каспиіңді айт. Жеке өзің, о. Кәдімгі, шапалақ ұрып қояйық, құрметті, рас, әділ ғой, жақсы билеп шықты ағайын. Бәрекелді. Бүгін рас, көңіл күйде, той ішінде бүгінгі достарын, плюс 5.000 теңге қосып атыр, 15.000 теңгеге бір-ақ рақтырды, құрметті, Айбатырға шапалақ. Бақа что там? Елдер 15.000 теңге атып атырды, сен жаңа, ой, 10.000 теңге деп тұрып айғалады ма сен жаңа? Шығып кетсін ба ағайын! Ал енді, не істейміз енді, тұрамыз осылай, сағат 12 болды. Айжамал, күнде бұндай той бола бермейді. Күнде Каспиің ақша түсе бермейді. Өзі арық болса да телефон жуан екен. Ау, сал беріп қойды. Сен темекі шегесің ба не? Қай жеріңе шегесің өзің жұмысқасың? Рахмет. Еще қазақ ойдан алды. Зат шалғасына дейік. Рахмет. Ал қадірлі тойшылары мені бүгінгі ортамызға тоғылы тойымыздың
бүгінгі Райхан анамыздың ұшымдастыры қауымы ағайын. Тұратын биік тұғыры, бұл өмірдің қызығы осы қуанышқа келіп отыр бүгінгі Райхан анамыздың ұшымы ағайын. Ендеше Нұршат Ербол бастатқан сырым, Эльмира, Әсет, Әсел, Елтай, Ләйлә, Ақылбек, Салтанат, Таған, Индира, Айдана, Дидар, Нұрлан, Айжан, Табыс, Нұршат, Ғалия, Төлеухан дейді, Нағима, Бекболат, Айгүл, Жағрипа дейді құрметті ағайын. Келіңіздер, әріптестер қауымы. Достарым қимаған, ұшындаса, екілер ұшыма. Ал енді қадірменді мектеп ұжымы, что-то настроенияларыңыз жоқ қой. Білмеймін айту, қабақтарыңыз бәсіп, отпуск кім дейін қаған екен ғой, бәсе неге дейін. Ал енді іштеріңізден кім? Кәсіподақ кім? Кәсіподақ Уволин да? Кәсіподақтың заманы мен ертайға өзіңіз бір үлкені, сіз бастайсыз ғой. Бір-екі адам сөйлеп, қалғанымыз қосылайды, ұсақ болса. Ассалаумалейкум, тойға жиылған тойшыл қауым. Бүгін бейбіт ағамыздың шаңырағында Ақбердің қарыны жарылған күн, мына ұлы Бауқы Әйгерімдей келін әкеп дүбір-дүбіріне той жасап отыр. Осы той қайырлы құтты болсын. Енді кешегі бейбіт ағамызды бұл жерде ауылдастар бәрі өте жақсы біледі. Бұл кісі жасы қысқа болса да, өмірінде артына керемет із қалдырып кетті. Бейбіт ағамыз ауылымыздың әншісі және ақыны болды. 80-ші жылдардың аяғы, 90-ші жылдары ауылға келген келіндердің бәрінің бетін ашты десекте, осы бейбіт ағамыз өз әзілмен сол келіндердің бетін ашты. Сол келіндердің алды қазір әже апа болып отыр. Сондықтан енді ол кісі мәңгі ауылдың есінде. Енді құрметті Райхан Сарбекұлы, бүгін енді мына осы бейбіт ағамызды жоқтатпай, осы ауданның төрінде Шаңырақ қаласында түрлі той жасап жатырсыз. Көп рахмет. Той жақсы өтіп жатыр. Біз бәріміз қуаныштымыз. Сондықтан енді бір дауыстан ұжым енді аз да болса бәріміз келіп тұрмыз. Енді Бауыржан Әйгерім, мынау заң некелері қайырлы құтты болсын, дендерің сау болсын, жақсы бір отбасы болады дегенмен сенімдімін. Өйткені тәрбие көрген боласыздар, және міне құдаларды көріп жақсы жерге келіп отырғанына қуанып отырмыз. Сондықтан бақытты болыңыздар, той құтты болсын. Барлықтарыңызға рахмет. Кәсіподақтың құрметті тойшыл қауым, келген қадамдарыңызға нұр бітсін. Құрметті Райхан Сарбекұлы, көптен күткен қуанышты күнге де жеттіңіз. Әйгерім бала келін болып отыр, биыл келесі жылы ана келін болсын, дана келін болсын. Біз әрқашан қуанышымызға ортақпыз. Тойларыңыз тойға жалғаса берсін, 2 жас бақытты болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті жиылған қауым. Бүгінгі мынау шаңырақ көтеріп отырған менің ағам Бауыржан, жеңге Айгерім. Райхан апай, тойларыңыз құтты болсын, балаларыңыз бақытты болсын. Бүгінгі айтылған тілектердің барлығы орындалып, армандарың жүзеге аса берсін. Құтты болсын. Кешіріңіздер, айтып шығып кеттім ғой. Биыл міне кішкентай ауыл болса да, 4 жігітіміз үйленіп ауылға 4 келінді деген сөз. Міне, оның өзі қуанышты, өзі енді мынау азайып баққан ауылға жастарымыз осылай үйленіп, келесі жылы бәрі сәбилі болып деген келеді. Рахмет. Оның екеуін бекзат жүргізді деп айтып қойсаңызшы. Рахмет, бәрекет. Болдық қой жұмыстастар. Ал тілек ниет қабыл болсын. Енді жұмыстарыңызға береке бірлік тілеймін. Ынтымағы ажырмаған бүгінгі Әди атамыздың ауылындағы мынау мектеп, мынау енді қатарларыңыз сиремей, наоборот керісінше сол келіндер әулетке ауылға келіп бала шағаның бәрін әкеле берсін, оқушылардың саны көбейе берсін.
енді жұмыстарыңызға тек қана шығармашылық табыс тілейміз. Енді бір ұжымдастармен фотоға түсейік. Иә. Жаныма бұл көрдің тауларда мамырлада сол күннің ақшанында ақшабыны ауандап ауылыңа дамылда кете бойда самал боп есіп өткен кете бойда нөсерді есіп өткен менде ойла өзіңді әр күн сайын менде ойла өзіңді менде ойла есімде аспанның күзім сол мен саған деген досым еді ұйқы жатса оянсын ояу болса көңілге жанға өзің ерте бойға самал боп есіп өткен ерте бойға өзіңді есіп өткен Айбатыр болыңыз, рахмет бәрекелді. Янат болды ғой, мұзкіріп тұр. Екеуін беріліп кетістіруген. Жиылайық, Торқұлат ойымызға бүгінгі осы бауыржандай ұлдарыңыздың таласқанға сынақ, туысқанға тұнық, ар алдында, биік ана алдында аласа, осы бүгінгі қуанышқа арнайы бауырымыз, ініміз үйленді деп ат терлетіп, алыстан, жақыннан құрметтаған жиылып, осы бүгінгі тойды бір кісідей көтеріп жүрген әулеттің барша жастарын, мынау енді екінші буын, екінші толқын, барша бала шағасымен ортаға шақырайық. Ермек Алмагүл бастатқан Ернат, Альмира, Ержан, Айгүл, Ержан, Бақытгүл, Ербол, Әсем, Нұржан, Гүлжанат, Нұрбол, Дана, Баймұрат, Гүлбақыт дейді, Мейіржан, Айман, Сержан, Айдар, Айжан, Жарқын, Жадыра, Наурызбай, Дана, Алмаз, Ернұр, Данияр, Мадияр, Әсел, және де барша бала шағалары, Әсет, Гүлжан бар, Мейір, Әсия бар ішінде құрметті. Барша бала шағасымен билеп шығайық. Жүрегімді жандырдың, жаныма кел жан құрбан, мөлдірейді бақ сезім, тамшысындай жаңбырдың, айдай солым, күндей жауым, жұлдыздай жұмбақ жаным, бақыт боларын бақтың шоғын. Жеңілген күреске тоймайды деп Нұржан ән тоймапсы ғой биге. Рахмет, бәрекелді. Ал
қадірлі туған туысқандар, ағайындар, бүгін енді Бауыржанның барша туғандары қош келдіңіздер. Енді келін құтты болсын, той құтты болсын, той жасай беріңіздер. Не қылса мені шақыра беріңіздер, әйтеуір жалықпайды екенсіздер ғой. Кімден бастаймыз енді? Ағамыз ба? Үлкені? Рахмет. Қайырлы кеш, құрметті тойшыл қауым, Қалбатау, Ариновка ауылының тұрғындары, сіздерде бүгін бейбіт ағамыздың, жеңгеміздің үйінде шаңырағында үлкен той болып жатыр. Болсын, барлық үйде осындай той болсын. Ұлан ғасыр Бауыржан, саған бір-ақ нәрсе айтамын. Мен әр жерде өзім айтатын, өзім өсиетім. Әрқашан келін баланы аяла, әрқашан тыңда, айтқанын тыңда, бірақ бәрін өзіңше жаса. Ал жездеңнің айтқан есі. Ал Бауыржан, Айгерім, мына құрып атқан шаңырақтарың биік болсын, керегесі кең болсын, ең бастысы бұл өмірде бір-бірімен тату тәтті өмір сүріп бақытты болыңдар. Өмірді шүбірлі болыңдар. Райхан апай, қуанышыңызға ортақпыз. Енді немере сегізіп бұйырса, немереде шөбереге жете беріңіз. Қуанышыңызға әрдайым ортақтасып жүре берейік бәріміз. Ал енді құрметті қонақтар, ең біріншіден төрге шыққан құдалар, сіздердің төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Құдаларыңыз 1000 жылдық болып, күйеу балаларыңыз 100 жылдық болсын. Енді не деймін, осы көптен күткен тойымыз Бауыртай апасы мен атасының баласы, бәріміздің ортақ апа атамыз, марқұм нағашын бір аунап қуанып атқан шығар. Енді не деймін, бақытты болыңдар, өмірді шүбірлі болыңдар. Райхан апайдың қолы ұзарып, немере көп болсын, әулетті өркендеп өсіре беріңдер. Бауыржан, ағайындықтардың басын қосып бір қуаныштың. Осындай қуаныш әр үйде болсын, той болсын. Бүгін кеште енді көп тілек айтылып отыр. Осы тілектің орындалуын көруге бірге сендерге Алла тағалам ұзақ ғұмыр, денсаулық берсін, бақытты болыңдар. Бауыржан, Айгерім, шаңырақтарың биік болсын, бақытты болыңдар. Құдаларға айтам, құдалықтарың 1000 жылдық болсын. Ол бәрі бағана айтып жатқан тілектердің бәріне қосыламын. Ештен қуаныш алсын. Қуанышты. Мадияр кеш, өзім осыдан 3 жыл бұрын тойын жүргізбем, 3 жыл ме, 2 жыл ме дес. Талқорғанға барып, осы балаға пабылату берейік. Сайхан апа, қуанышыңызға ортақпыз. Халқымызды жыл суға салып, әпелеп, аялап отырсын. Баука, Айгерім, отау көтеріп өткеніне өте қуаныштымыз. Тек қана алға жасай бердір. Үлкен отбасы болыңдар. Тек қана бақыт, денсаулық. Баука, Мадияр кетші. Білесің ғой, тойым барып жүргізгенінде. Сол кезде айтқам, бірінші балаларың не ұл болады, қыз болады деп. Сол, ұл болыпты ғой. Көрдің ғой, үйленген кезде қандай еді? Бұйырса сен де тосып тұр осындай. Аман болыңдар. Кім бар жағдайын? Ассалаумағалейкум, тойшыл қауым. Той құтты болсын.
шынтуайтында жүздеріңізді көрмегенде көп болды. Әбден сағынып қалыппыз. Әпке, бауырлар, туған туыс. Райхан апай, құтты болсын. Құдалар, төлдеріңіз құтты болсын. Біздің бауға негізі ана мынау жігіт емес. Ұлпарында ұлпар бар, азаматы бір бөлек, жігітінде жігіті бар, азаматы бір бөлек. Біздің бауырқамыз нағыз азамат, уайымдамаңыздар. Алла нәсіп етсе қыздарыңыз ренжітпей бақытты қылады. Ока, інім, бауырым, Қадыр Мырзалиев ағамыз айтады ғой, отбасы шағын мемлекет, сен премьер, мен президент. Көтерген шағын мемлекет болсын. Аллахым өзінің иманды, ибалы, өзіне ең сүйікті отбасыларын несін. Елімізге елеулі, үлгілі отбасылардан болсын. Үбірлі, шүбірлі болып нәсіп етсін. Сол ағайын туыс, төлдеріңіз көргенде өте қуаныштымын. Өте қатты сіздерді сағынып қаппын. Той құтты болсын. Бауыржан, Айгерім, бүгінгі көтерген шаңырақтарың құтты болсын, келгелерің кең болсын, мен бар жақсылықты тілеймін. Құдалар, төрге шыққан орындарыңыз құтты болсын деймін. Ағайын туыс, барлықтарыңызды көргенімізге қуаныштымыз. Райхан апай, бұйырса қуанышыңызға ортақпыз. Бауыржан, мұны көріп тұрған шығарсың, бұйырса бауырларыңның барлығы жан-жақтан келіп, сен үшін бәріміз жан-жақтан жиналдық деп па. Осыдан 2018 жыл өстіп барлығымыз бір жиналған болатынбыз Раушанның ұзату тойында бұйырса. Енді мына 6 жылдан кейін тағы да өстіп осы Қалбатауда жиналып отырмыз. Дендерің сау болсын, әрқашанда жүздеріңнен күлкі кетпесін. Айгерім, бұйырса біздің қатарымызға қош келдің деймін. Бар жақсылықты тілеймін. Аман есен болыңдар, жүздерінен күлкі кетпесін. Қалғанымыз қосыламыз ғой, енді? Айтасыз ба, айтыңыз. Енді барлықтарыңыз білесіздер, біз өзіміз апамыз, атамыз жүрегі кең болғаннан кейін кішкентай кезімізде каникулда бәріміз сол үйге жиналатынбыз. Осындай кішкентай бала болып жүретінбіз. Енді міне бәріміз өстік, өндік, жан-жаққа шашырадық. Енді Бауқатай көп рахмет. Өсті басымызды қосып, жақсы сондай той болып жатыр. Райхан апай, осындай той көп болсын. Рахмет. Қалғанымыз қосыламыз ғой, қосыламыз ба? Қаншадан? Қосылайын, рахмет. Тілек ниет қабыл болсын. Енді былай істейікші. Райхан апай бәрімізді ықшамдалайықшы бүйтіп, былай. Топ болып жиналайық. Түсеміз қазір, фотоға түспейміз. Қазір мен енді мынау туысқандар, қазіргі әлеуметтік желінің заманы ғой. Ертең енді бұйырса осы Алла қаласа бүгіннен бастап осы история анда-мында әлеуметтік желіге жүктеп атып тұр ғой, бүгінгі Баука мен Айгерімнің тойы деп. Соған салатын тағы бір материал болсын деп, қазір бір дүние жасайын деп тұрмын. Сіздерден қалғанымыз қосылғанымызды білдіріп, құттықтаймыз деп бір кісіде айғайлайтын боламыз. Жақсы ма? Ал дайын болыңыздар. Бәрекелді, ал қадірменді ағайын, бүгінгі 9 тамыз күні Бауыржан мен Айгерімнің тойына тілек білдіріп жатқан барша туысқандардың атынан тағы да бір мәрте Бауыржан, Айгерім сіздерді жастар бақытты болсын ағайын, бәрекелді. Ал енді Ербол ағамыздың атынан қазір бір тамаша ән болады. Енді одан кейін барып, жастардың алдына барып естелік суретке түсейік барлығымыз. Қазір енді Ербол ағам өлең айтып кеткеннен кейін жиналмай қойыңыздар ғой сіздер қазір. Ал бірінші фотоға түсейік, ғой, көнбедіңіздер ғой.
сіздер отырамыз, оның артындағы шәкірттер отырамыз ағайын. Ал, дайынбыз ба? Мен бірінші қараймын, мен түсіреміз. Ал, түсірем, 1, 2, 3. 1, 2, 3 қара дауысымен ән салып береді отыр, құрмет маған. Одан кейін осы туысқандардың атынан тағы да Бауыржан мен Айгерімге тосысы, яғни сюрпризіміз бар ағайын. Барлығымыз қолдап тұрайық, Ербол ағамыздың арт жағына тұрып қолдап тұрайық. Жолда өтесің әп жүрек, ағайының туысым жиналды кеп, қара шаңар иесі Бауыржан інім үйленді де, құрметті ағайын, еріннің көркі помада болса, қойдың қызуын, сәнін келтіретін тамада, құрметті тамадаға дуғыл шапалақ ағайын риза болып отырмыз. Ал енді мына күнге бейбіт ағам жетпей қалды. Бұл біреуге жайдай болса бізге кәдімгідей қасиетті қара шаңырақтың енді тіреуі бейбіт бауырым үйленіп жатыр. Әкем бір-екі өлең дайындайсың ғой деген. Оған қалайсың болады. Қанша мұрды өлең айтып айтпай келді. Кейін кезде жүрегім өлең айтпай жүр. Басқан жерлерде аяғым нықтап баспай жүр. Шіркін қайда сол шабыр. Жастық шағында шырқайтын кезін қайтпай жүрді. Ал енді мынау бейбіт ағам айтып отыр деп ойлаңыздар. Екеуміз қалай сырлас болып бейбіт ағам екеуміз шын көңілмен айтып берейін, Алла разы болсын. Қабыл алыңыздар.
шәркен дәурен. Көп рахмет құрметті ағайын. Ай бәрекелді ағайын. Әдейлік ауылдық ағайындар өздері қарақұрым ел болған, бүгінде дүбірлі тойда көңілдері көл болған, аямай бір қошеметті соғыңыздар, алдарыңызда тамаша ән салған Ерболдан құрметті ағайын. Ербол ағамызға бір қошеметтік қойық. Аға рахмет тамаша әніңізге. Ербол ағамнан кейін осылай сөйлегім кеп тұрады көресіз құрметті ағайын. Рахмет дауысыңызға. Енді баршаларыңызға тілек ниеттеріңіз қабыл болсын. Мен енді ортаға дайындалған осы сіздердің аттарыңыздан бір тосын сый бар еді. Оны ешкім білмейді негізі. Оны Бауыржан да білмейді ағайын. Мен сол кісіні алып қалайын. Қалған кісілер жайғаса алыңыздар. Оны күйеуді білмейді екен ақыңыз. Мен сол кісіні ортаға шақырайын, өзі келеді, өзі панетиясы бар. Ал Бауыржан қабыл ал. Құрметті Бауыржан достары, сіздерге және барша отырған қауымға арналады. Шығып билесеңіздер болады. Бауыржан Гүлзира жеңгесіне шапалақ ұрып қояйық құрметті ағайын. Гүл Битанат дегенге. Рахмет. Достар, кет, барша достары. Бүгінгі Бауыржан мен Айгерімнің қыз жолдас пен күйеу жолдас бастатқан достарын, класстастарын, группаластарын алқай құрметті ағайын. Келіңіздер баршаларыңыз, тілекке шығамыз ағайын. Барша жастардың достары. Бауыржан, Айгерім сіздер деген дегенде сіздер оқыды болыңыздар. Қыз жолдас, күйеу жолдас. Ой, бәрекелді. Және қақсы. Сот жолы бір-өздері фотоғасы бар. Барша достар бауым келіңіздер. Мен Бауыржан мен Айгерімге доспын деп санайтын ағайын барлығын шақырайын. Группалас, класстас, детсаттас, таңғым бар ағайын. Барлығын шақырайын. Қош келдіңіздер. Қалдарыңызда енді сіздермен бірге біте қайнасып, иықтыресіп өмір сүріп, қандай қызық болмасын, қандай қиындық болмасын, сіздерді жанынан тастамайды, аузынан тастамай, енді сіздерді
дос қатарына қосып атқан бүгінгі енді Бауыржандай достарыңыз үйленіп, шаңырақ көтеріп, дүбірлі тойының куәгері қылып сіздерді арнайы шақырып отырған. Ендеше қош келдіңіздер. Енді кім бастайды? Жігіттерден, класстастардан бастайды, алыстан келе жатқан рұқсат болса. Класстастардың ішінен бір азамат шақырайық, группаластардан бір азамат шақырайық. Одан кейін қыз жолдас бір, күйеу жолдас бір, тағы да енді бір 4-5 адам сөйлесе қалғаны сетеді жарағайын, иә? Класстастар кім? Нұржан? Класстастардан Ақмаржан еще, иә? Еще Ақмаржан. Ақмаржан ханым, бәрекелді, иә. Бәрекелді. Ал, қадірлі ағайындар, тыныштық қылайық енді. Жастардың тілегін тыңдайық. Бағанадан сіздер тілек айтқан кезде әдеттегі тойдағыдай емес, бұлар шуламай тып-тыныш тыңдап отырды ағайын үлкен тілегін. Ендеше сыйға сыйылып, құрмет қылып, тілек тыңдайық. Ассалаумағалейкум, жиналған қауым. Той құтты болсын, Райхан апай. 2 жас бақытты болсын. Баука, Әйгерім, екеулеріңе бірге қартаюларына тілектеспін. Баука әрқашанда шақанса жүретін боласын. Әйгерім екеулерді де бақанса жүріндер енді, бақанса болыңдар деп соны тілеймін. Аман болыңдар. Бауыржан, досым, сені мен 2011-ден бері танимын. Сенімен танысқаныма қуаныштымын. Осы күнге дейін біраз жыл өтті, біраз жыл жағдай болды арамызда дегендей. Осы күнге дейін сен өзіңнің менің алдымда достығымды дәлеледің, мен де сенің алдында деп ойлаймын, достығымды дәлеледің. Сен десең жаным ашиды, любой жерде келіп жанымды беремін, досым. Мынау деген мен досым, кімнің алдында қалай болса да, Бауыржан деген мен досым. Осының мама, әпке, сіз менің мамам болып қалайсыз? Қалап отырсыз, мама. Бауыржан деген менің бауырым, сіз деген менің мамам болып отырсыз. Бауыржан деген былайша айтқанша, сізде өзім мамам сияқты көріп отырмын. Былайша айтқанша күліп отырмын мен бұл жерде. Бақытты болсын осы жұп ақыры бәріне. Сәлеметсіздер ме? Мен Әйгерімнің сыныптасы боламын, 1-ші класстан бері бір сыныпта оқыдық. Жаңғыр Бұлықбек, Әйгерім, Бауыржан, Әйгерім, сіздерді бүгінгі шаңырақ көтерген күндерімен құттықтаймын. Отбасыларың берекелі болсын, ынтымақтастық болсын отбасыларында. Әрқашан бір-біріне деген бір-біріне қолдау жүріңдер әрқашан. Алла салиқалы ұрпақ берсін сендерге, Алла қаласа. Осы жұма күні айтылған осы қонақтардың барлық тілектері, берген баталары бәрі қабыл болсын жұма күнгі. Осындай тойға шақырғандарына рахмет. Білесің, әрқашанда сен қасында боламын, не болса да, әрқашан қуанышында да бәрін бірге көріп келе жатырық. Сондықтан Алла қаласа, бұдан кейін бесік тойға жиналайық, Алла қаласа. Осы жұма күні сол қабыл болсын, Алла қаласа. Сол рахмет шақырғандарыңызға өте қонақжайлықпен сіздер, рахмет сіздерге қонақжайлықтарыңызға. Өте қуаныштымын сіздермен танысқаныма. Осы семейге бірінші рет келіп тұрмын. Осындай қонаққа шақырғандарыңызға рахмет. Тойдан тойға жалғаса берсін. Тек қана бастары қосылай, тек қана той құмалақта ғана қосыла берсін. Рахмет.
бауке әйгерім көтеріп отырған шаңырақтарың биік бола берсін, өмірлі шүбірлі үлкен бір отбасы бола беріңдер, тату тәтті елдерің сау болып жарқын кеше беріңдер. Бір кезекте бастарын қартайсын. Айхан апай, тойларыңыз құтты бола берсін. Ал Бауыржан болсын, әйгерім болсын, ассалаумағалейкум. Алыңыздар. Айхан апай той құтты болсын, қуанышыңыз құтты болсын, алдарың құтты болсын. Ал Бауыржан, аспандарың ашық болсын, шаңырақтарың биік, қосағаларың мықты болсын. Тек жақсылыққа жинала берейік. Бақыт болыңдар. Не айтамын, өмірден бар жақсылық тілеймін өздеріне. Бақыт болыңдар. Осылай Астанада бас қосқан сайын жақсы нелер тілектер айтып жатырмыз ғой енді. Оның бәрі қуаныш шаңдық, аман есен дос болып жүре берейік, достығымыз жыларған болсын, бір-бірімізге арқа сүйеп жүре берейік достық. Біз біргеміз. Бауыржан, қондырған күн құтты болсын. Ал енді өмірлерің тек мәңге сәнге толы болсын, әрдайым өстіп күліп ойнап жүре беріңдер туған туысқанның арасында. Ең бастысы денсаулықтарыңыз мықты болсын. Бақытты бол бауырым, от души миссия выполнена ғой, короче. Өзің етесің сен бауырым. Рахмет. Ал енді өмірде не бар аяулы адамның махаббатынан қос ғашық екеуіңізді де мен оны аялауға шақырам. Рұқсат болса қыз жолдас пен күйеу жолдас сөйледіңіздер ма? Сөйлесін үйленбеген әлде бойдақтардың атына деп. Осы қыз жолдас күйеу жолдас берейік. Кім баға? Сен бір құшақтап аш, аға. Жоқ, Бауыржанды құшақтап аш, құшақтап ал. Бол, осыдан кейін құшақтай алмайсың енді сен. Құшақтайтын адамы бар, сен өзіңдікін тауып ал енді. Қазір қанақты осына той біткенше қанып тұрып құшақтап ал, содан кейін болды. Ал, қыздың жолы жіңішке дейді, бірақ ұлдың жолы ұлы жол дейді, молодец міне. Райхан апа, бүгінгі тойың құтты болсын. Бауыржан, әйгерім, үйге бақыт, бақыттың бадарын Алланың адамына жеткізеді. Өмір жастарын бақыт болып өтсін. Бақыт, жақсы, ең бауыржан, бақыт. Бара, шын асламаш, жақынсыздар. Бақыттың өмір айтады. Қанша жыл дос болып, осындай Райхан апа, рахмет үшін, осындай бала тәрбиелеген үшін. Достарға қандай адал болсын да, махаббатың солай адал болсын. Бүгінгі қуанышыңызбен құттықтаймын. Бауыржан, бүгінгі қадамдарың құтты болсын, жолдан тек қана ақ болсын, екі жаққа бірдей болыңдар, шаңырақтарың кең, терезелерің тең болсын, тек қана осы қуанышты жинала берейік, келесі жылы Шымкентке республика келсін. Әумин, рахмет, бәрекелді. Қазақ айтады, бір қыз тұрмысқа шықса 40 қыз қуанады дейді, жолын берсін деп. Сол сияқты сізге Айгерімнің жолын берсін, күйеу жолдас саған Бауканың жолын берсін деген тілектеміз. Өздеріңіз өмірден теңдеріңізді тауып, сіздердің де ата-аналарыңыз қуанып, осындайды бір тойдың куәсі болсын. Рахмет. Болдық па? Қалғанымыз қосыламыз ғой, дос боламыз Астанадан. Море вернулось в новом чае, песни прибоя рассвет пробудил. Сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди. О, море, море, преданным скалам, ты ненадолго одаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, паруса лавы вместе с собой. Грустные звезды в поисках ласки сквозь синюю вечность летят до земли мечты. Детские сказки
нас их ладоня несет корабли. Он море, преданным скалам, ты ненадолго, море, возьми меня, дальние дали, паруса малые, вместе с собой. Он море, преданным скалам, ты ненадолго, подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, паруса малые, вместе с собой, возьми с собой. Рахмет. Шабала ұрып көрдік. Нұржан балаларымыздан бәрекелді. Нұржан кетті берген. Елдің бәрі айтады, сен плюспен айтып жатыр дейді, өтірік айтып жатыр дейді. Музыкасы бір айтшы бір, кішкене бір. Бір прибере. О, море, преданным скалам, ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, паруса малым вместе с собой. Ой, рахмет. Нұржан, елдің бәрі әлі сенбей жатыр, микрофон ұстайыншы. Десем қазық айтамын. Рахмет бәрекелді, өркенің өссін. Енді биіктен көріне бер. Енді Қостанайдың жігітіне шапалақ ұрып қояйық, құрметті ағайын, бәрекелді. Құдай баука, достарың бәрі жан-жақсы болсын, ақ болсын, Нұржан сияқты болсын, құрметті ағайын. Ойынында ойнап берді, биінде билеп берді, өлеңінде айтып берді ағайын. Сонда Нұржанға бір шапалақ ұрайықшы, Нұржан молодец. Рахмет. Қадірлі ағайын, енді рұқсат болса, 90 сөздің тобықтай түйіні болады дейді. Енді бұл тойдың түйіні емес, бұл дегенмен қолымызға берген ақ қағазға жазылған тісімен түйіні ағайын кеп тұр ағайын. Ендеше, енді жүрегі құрметті ағайын толқып, бір балам екеу болды деп қуанып жүрген құрметті ағайын. Әулетіндегі қара шаңырақтың иесі бүгін үйлі баранды болды деп, енді толқып жүрген Райхан анамызды бір шапалақ ұрып қояйық, құрметті ағайын. Келіңіздер. Одан кейін мен ортаға Рахымжан мен Раушанды шақырайын ағайын, бәрекелді. Осы Раушанға бір шапалақ ұрайықшы ағайын. Ой, жаным-ау. Рахымжан қайда? Білесің біреу осы Рахымжан кім? Раушан кетті берген. Және де Мұрат ағамыз қайда екен? Мұрат аға келіңіздер бері қарай. Осы Раушанға бір шапалақ ұрайықшы, құрметті ағайын. Неге десеңіздер, көп аяқшы той көрген жоқ. Кешке дейін складпен екі ортада жүгіріп жүрді, құрметті ағайын. Барлық жағдайды осы бүгінгі туысым үйленіп, туысым әулетке келін әкелді деп мәз-мейрам болып жүрген осы Раушанға бір шапалақ, құрметті ағайын. Міне анасына көмекші осы әулет дегенде. Ой, Рахымжанға шапалақ ұрайық, ойбай, күйеу бала. Міне, рахмет. Балсы ғой, Балқызың, енді келін құтты болсын, әулетке түсіп атқан, бәрекелді. Рахымжан, енді осындай сендей күйеу баладан айналдым. Баяғыда бір апам айтады дейді ғой, ұлдарды қойш, бір әйел алып, әйелдердің айтқаннан шықпайды, қайта күйеу балаға рахмет, қызым айтқаннан шықпайды деп құрметті ағайын. Әрине қалжың айтамын, құрметті ағайын, бүгінгі әулетке өз баласындай, өз анасындай тік түгіріп жүгіріп жүрген қыз күйеуге бір шапалақ қояйық ағайын. Рахмет. Енді рұқсат болса, осы екеуі бірінші тілек айтсын, одан кейін Мұрат аға, Райхан апай өзіміз қорытындылаймыз деп. Жақсы. Ассалаумағалейкум, қонақтар. Қош келдіңіздер. Бауыржан, Әйгерім. Бүгінгі тойларың құтты болсын, бақытты болыңдар. Сендерге тілейтінім ашық аспан, ұзақ өмір. Өбірлі-шүбірлі болыңдар, ата-аналарың аман болсын. Енді Әйгерім қош келдің. Бұл айтады ғой, бажаға жақын болады дейді ғой. Әйгерім маған екі есе жақын, өйткені мен де Қарағандының тумасы болып келем. Әйгерім де Қарағандыныңкі. Сол үшін Әйгерім қош келдің, бақытты болыңдар. Баука.
Ал енді құрметті қонақтар, барлықтарыңызға рахмет, біздің қуанышымызды бөлісіп келгендеріңізге. Бүгін біз үшін өте ерекше күн, қуанышты күн. Әрине, осы күнде әттеген-ай деген өкінішіміз бар. Ол осы күнді әкеміздің көрмей кеткені. Алайда осы әкемді көрген, атамды көрген, көзін көрген, сіздерді көріп бүгін қуанып тұрмыз. Барлықтарыңызға рахмет. Үйлеріңізде, сіздердің де той бола берсін, денсаулықтарыңыз мықты болсын, келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Құрметті құдалар, төрге шығуларыңыз құтты болсын. Ал енді Бауыржан, Әйгерім, сендерге тілейміз зор денсаулық тілейміз, ауызбіршіліктерің ажырамасын, сыйластықтарың арта берсін, әрдайым осы бізді қуантып жүре беріңдер, бақытты болыңдар. Сендер қара шаңырақтың иесі, әулетіміздің келжесі, барлығымыз сендерге үлкен үміт артамыз, барлығымыз қолдаймыз, әрдайым жандарыңнан табыламыз, барлық жағдайда бақытты болыңдар. Құрметті қонақтар, құрметті құдалар, төрге шығуларыңызбен құттықтаймын. Енді сіздер бізге туыстай боласыздар. Екі құданың арасында атта жүреді, дорбада жүреді. Енді тығыз байланыста боламыз деп ойлаймын. Өйткені біздің тату болғанымыз, ата-ананың тату болғаны балаларға да әсер етеді, балалар да бақытты болады. Тағы да айтатын болсам, осы шаңырақтың иесіне көп-көп рахмет айтамыз, осындай зәулім ғимаратты бізге беріп, жайнатып отыр. Шаңырақ иесіне көп-көп рахмет. Сосын Бекзат бауырымдай болып кетті. Қай той жасасақ та мен айтам, тамадагім деп сұрайды ғой, мен Бекзат деймін. Тағы бір өз айтып, тамадагім Бекзат деймін. Оғай Бекзатты ғана алғым келеді, өйткені Бекзаттың сөйлеу мәнері, сөзі, жүріс-тұрысы барлығы жастарға үлгі деп ойлаймын. Үлкендер енді Бекзаттың әңгімесін, сөзін тыңдап, бір жасап қалады деп өзім ойлаймын. Өзім ұнатқаннан кейін Бекзатты аламын ылғи. Бекзат көп-көп рахмет саған, бауырым деп есептеймін. Өйткені Алмаспен бірге жүрдің, Алмас бауырымның досы. Енді не айтамыз, шынында да өте бір өкініш, биліктің жоқтығы, ол отағасының болмағаны өте бір үлкен ауыр нәрсе. Бірақ та енді сондай бір жігермен, сондай бір туыстармен енді ең үлкен рахмет айтатыным қайнаған Мұрат аға, абысыным Нұрсан, бастаған осы әулетіміздің түгел туыстары, балалары, немерелері барлығы осы қара шаңырақ деп сыйлап, біздің үйде барлығы бас қосып, үлес қосып жатыр. Енді бір кісінің қолынан ештеңе келмейді. Осы кісінің ақылымен, Нұрсан тәтенің кемеңгерлігімен, сабырлығымен деп айтсам болады, сол кісілердің басқаруымен осындай той көпшілікке жасалып отыр. Сіздерге көп-көп рахмет. Қайнапайларым, жезделерім, абысындарым, қайныларым, келіндерім, барлығына көп-көп рахмет. Сіңілдерім, күйеу балаларым, барлығына, жеңгелерім, барлығына, көршілерім, әріптестерім, барлықтарыңызға көп-көп рахмет. Өйткені сіздер келмесеңіздер, бұлай отырмасаңыздар, бұндай той болмас еді. Тойдың осы бүгінгідей өтуі сіздерге көп байланысты болып тұр. Енді Бауыржан, Бауке, Әйгерім, сендерге шаңырақтарың биік болсын, босағаларың кең болсын, дастархандарың мол болсын, ата-аналарыңды, туыстарыңды сыйлап, қайырымды, мейірімді болып, екі жаққа да ешқашанда туыстарыңды, ауылдарыңды ұмытпаңдар. Енді сендерде барлығы жақсы болады деп ойлаймын, сенемін. Үбірлі-шүбірлі болыңдар, жұмыстарың алға бассын, отанымыздың жақсы бір семьясы болып, атбасын тірейтін бір жақсы бір отбасы болыңдар. Барлықтарыңызға көп-көп рахмет. Сіздерде де осындай той болсын, үйленбеген ұлдар үйленіп, қыздар
тұрмысқа шығып барлықтарыңызға жұғысты болсын. Көп рахмет барлықтарыңызға. Muhallelerden bir söyle okuyun yani. Öyle ağayın toyga bütün hanım gelmeyi ağayın toz şahan ular jirjat nağaşı oğla gelip dostlar gelip mынау бүгінгі тойда жиналған қонақтарыма қарап отырып мен ең бірінші Бауыржан ұлының авторитетті түсіндім. Кез келген тойға қазіргі уақытта бас қорқытты, шөп шауып жатыр, анда барып жатыр, мында барып жатыр, анау келмейді, мынау келмейді деп. Енді қарап отырсам, келмейді деген адамдардың бәрі келді болса. Мен соған қуаныштымын. Анау 94 жастағы Мәкен апамыз, мына Бауыржан үйінде 2 жыл тұрып, 9-шы класс бітірген. Сол кезде айтып отыратын. Әй Бауке, мен сен үйленгенде келіп, атамды берем деп. Содан ол кісі Астанада болды. Осы соңғы дейін келе алмайым деп жүріп, осы Баукенің тойын естіп кеше жетті. Құдай аманшылық берсін. Мыңда бір рахмет. Манарада 82-ге берген Қатият әтем. Мына жерде Серік ағам, Амантай ағам, төрдегі жалтырап отырған жеңкелерім. Мынау бейбіттің достары, ауылдастар, сарсүйек құдалар, нағашылар, адамның жақсы болу нағаштан дейді. Бәрі сайдың тасындай шыға келген адам сүйсінеді. Құдай төкесіне сақтасын, мыңда бір рахмет сіздерге. Ал құдағилар, енді мына Айгерімдей алтын қызды оқытып, өсіріп, тәрбиелеп, әп-әдемі қылып, жаңағы бізге жеткізіп бердіңіздер. Әрине, бұл өмірдің заңы, адам өмірге не үшін келеді дейді. Мынау әкеміз аты Қатая бәріңіз білесіздер. Түсінбеген адамға қайдан келді ойлау мүмкін, бірақ сол анау Нөке атамыз, Қасен атамыз бәрі жаңызда болған екен. Зейнел Ғабиденнің Қатая жаңыз болды. Ол кезде роддом жоқ, доктор жоқ. 10 шақты баладан қалған жаңыз сол екен. Ең кенже қатайып адам болсын деп қойыпты. Сол сізден туған 3 жыл қыз едік. Құдайға тәубе. Енді алтында ағамыз бар деп жүргенде ағадан айырылып жағасы қалдық. Інім бар деп жүргенде інімізге етіп тынысымыз тартылды. Сондай кезде осы ағайынның арқасы желеп, бәрімізді демеп, осы күнге жеткізген. Енді сондағы қазіргі уақытта жаңа алдарыңызға шыққан, Құдай көпшілік көрмесін, көзін сақтасын. Сол әкемізден тараған немере шөберелері 30-40-қа жетіп қалды. Құдай солардан шөбереде тарап жатыр қазір. Енді басында айтып кеттім, адам өмірге не үшін келеді деп. Адам өмірге келгеннен кейін жақсы оқиды, білім алады, мамандық алады, жұмысшы болар, жұмысшы болар, ғалым болар, ұшқыш болар, кім болады айтып әркім өз маңдайына тигені болады. Ол деген жаңағы ақша табу үшін, ақша тамақ ішу үшін, адам өмір сүру үшін. Бірақ негізгі мақсат өмірге келгеннен кейін адам ұрпақ тарату керек. Сол ұрпақ таратудың миссиясы осы үйлену тойынан басталады. Енді құрметті құдағилар, мынау қыздың жолы жіңішке дейді. Елімізді қызымыздай сыйлаймыз дейді, қызымыздай көреміз дейді. Мен айтар едім, келінімізді, келін деген киелі, қазір келінімізді жақсы көреміз. Қызымыздай сыйласақ, қызымыз 20 жасқа келеді, 25 жасқа кетеді. Содан кейін өз отанын табады, өз жұртын табады. Ал келініміз бізге балдай батып, судай сіңем, сіздерді бақытты етем, осы ұрпақты жалғастырам, осы өретке
жағы түпкілікті менің әулетім болады деп келеді. Сондықтан айналайын Әйгерім, Бауыржан, оған шаңырақтарың биік болсын, босағаларың берік болсын, махаббаттарың әрдайым серік болсын, қораларың малға толсын, оты үйші, ыңғайлаған әнге толсын, достарың көп болсын, уайым қайғыларың жоқ болсын. Қазағымның тойы таусылмасын, қазақ деген ел аман болсын, Қазақстанның кең байтақ жері аман болсын. Мынау Бауыржаным Әйгерім құрған шаңырағының есігі мен төрі аман болсын. Сол шаңырақтан той үзілмей, сол тойға әрдайым келетін осы ағайын туысымның бәрі аман болсын. Бәріңізге рахмет. Рахмет, бәрекелді. Енді Мұрат ағамыз жақсы айтып жатыр ағайын. Расымен де ер жігіттің үш жұрты болады дейді. Өз жұрты, нағаш жұрт, қайын жұрты. Ал қыз баланың үш жұрты болады деген сөз жоқ ағайын қазақта. Өздеріңіз білесіздер, қыз баланың төр күні болады, және де өз жұрты болады ағайын. Бүгін мінекей төр күнінен құрметті ағайын өз жұртына келіп отыр ағайын. Сондықтан да қадірменді құда-құдағилар, бүгінгі қыздарыңыздың енді келген қадамы құтты болсын. Расымен де сіздердің төрлеріңізде отыр, төрлеріңіздің гүлі болатын қыздарыңыз осы әулетке өз жұртына келіп, осы әулеттің ұрпағын өсіруге бел буып келген екен. Келіндеріңіз құрсақты болсын, ұлдарыңыз ұрпақты болсын деп тілегім келеді. Ал енді құрметті Райхан апай, тойдың басында берген тізімді қайтып өзіңізге тапсырайын. Алла қаласа тойдың бұқы жоты ғой мынау енді. Енді келесі тағы бір той болған кезде тізімдеріңіз дайын. Біз миссиямызды атқардық. Ал қадірлі тойшыл ағайын, бүгін той барысында балалықпен шалалықпен жүрген қателігіміз болса, артық ауыз сөйлеп ерсі қалжыңдап қойып жатсақ, біресінде ілгері, біресінде кейін қалдырып, тіпті аталмай жатқан болатын болса, айыпқа бермеңіздер. Ешкімді кереге лайық, мазақ лайық деген ниетіміз болған емес, тек қана тойдың көңілі ағайын. Ендеше бүгінгі қос ғашықтың өсе берсін өркені, нұрлы болсын ертеңі, орта болсын ортауы, ат басын бәйлер, еңселі, бақытты ғұмыр кешсінші өмірде мынау өлшеулі, 5 ұлы мен 5 қызы болсын дей ең кемі деп тілек білдіріп бір шапалақ қояйық ағайын, бәрекелді. Ал енді ағайын, осы тойдың өтуіне ықпал жасап жатқан Әдей ауылының жақсы көретін тойханасының бірі, мынау Шаңырақ мейрамханасының ұжымына, ұл қызына бір мәрте алғыс ретінде шапалақ қояйық. Одан кейін бүгінгі дүбірлі тойды бейне таспаға түсіріп тарихта қалдыруға атсалысып жүрген Алмастай, Аружандай бауырым мен қарындасыма бір шапалақ қояйық ағайын. Одан кейін отырған орын сүйетін, менің артынан еріп жүретін, музыканың жөнін білетін, өзі постоянно ақ қана киім киетін, бесен дейтін құда балам бауырым, осыған бір шапалақ қояйық. Ал енді алдарыңызда асабалы қызметті қылған ұлдарыңызбен осы әулеттің Әдей ауылының бір тендерден ұтып алған командасының бірі деп қойшы. Енді Ақсуат дейтін жерденбіз, Жәнбике дейтін елденбіз, қазіргі таңда Жаңаөзен дейтін ауылда қарапайым еңбек пәнінің мұғалімі. Бүгінгі алдарыңызда асабалы қызмет қылған ұлдарыңызмен. Меня зовут Бекзат, но все зовут меня. Рахмет. Мынау қазір енді той көпшілікпен бітеді дедік қой. Көбінесе қазір той жасайтын жастар. Бірақ қазір осы сәтте жастардың бәрі жұмыста болып кетті. Жан жақта жақына келіп көмектесу қиын. Сол кезде біз бір ипі құрдық. 4 кемпір бір шал деген. Бақыт жеңгеміз бастаған Нұрсан, Қауа, Алмагүл, Райхан. Енді осының бәрін бізде ипіні басқарған Альмира деген келінім. Мына дастарханның мәзірі, сән салтанаты тек қана осы кісінің дизайны. Сіздерге ұнаса. Ой, рахмет, бәрекелді. Ал енді қадірлі ағайын, мынау оң қолдарыңыз көтеріңіздерші. Оң жағыңызда кісілердің иығына қояйық. Жылы сөз айтайық. Шаршамаңыз, сен керемет жансың, сен өте ақылдысың деп оқысыз комплимент айтайық. Айттық ба? Енді сол қолымызды көтерейік те сол жақтағы кісінің иығына қояйық. Иығы ши шаршаған жоқпыз дейді. Әрине қалсың. Оң қолдарыңыз көтерейікші ағайын. Бұйырса алдымыздағы қос ғашықтың мынау
Алла қаласа келесі жылы бесік тойында жиылайық деп жұмайық. Иә. Осы Әдей ауылына ұрпақтар келе берсін деп ашайық ағайын. Осы екі жастың жұмыстарына жеміс тілейік. Осы екеуі болашақта бай болсын. Райхан анамның ұрпағы көп болып, қайсы екен чатасы болсын деп жұмайық. Иә. Пока, құрметті ағайын. Менің миссиям бітті, ары қарай миссия музыканттан, тойды әрмен қарай бименен, одан кейін болмай жатса, Райхан апамның үйімен жалғастырамыз, құрметті ағайын. Тойда ғана жолға қадырлаған, тойда әрмен қарай бимен жалғаймыз.